Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай дәмді әрі оңай салат дайындаймыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз, алдағы уақытта оңай рецепттер шығатын болады. Ең бірінші піскен етті ұзынша етіп тураймыз. Мен барынша ұзын етіп турауға тырыстым. Достар, каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Келесі қиярды да ұзынша етіп турап шығамыз. Ыдысымызға етті қиярды саламыз. Мен дайын сухарики салдым, керешке салсаңыз да болады. Горох салдым, сарымсақты қаласаңыз салыңыз. Егер дәмі ұнамаса, салмасаңыз да болады. Тұзды аз мөлшерде салыңыз, керешкенің және майонездің тұзы болады. Майонез салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Дайын салатты ыдысымызға әдемі етіп салып, дастарханға ұсынамыз. Дәмді оңай салат, сіз де жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыз.